Құрметті көрермендер, біз бүгін ұлы ойшыл Әбу Насыр Мұхаммед ибн Ұзлақ ибн Тархан әл-Фарабидің артынан қалған асыл мұрасына адалдық сағатын өткізетін боламыз. Адамзаттың интеллектуалды тарихында Әл-Фараби Аристотельден кейінгі екінші ұстаз деп аталды. Биыл ЮНЕСКОның қолдауымен әлемге әйгілі ғалымның 1150 жылдығы аталып өтілуде. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ұлы даланың жеті қыры атты мақаласында былай деп атап өткен: орта ғасыр жылдарындағы отырар адамзат баласына әлемдік өркениеттің дамуына зор үлесін қосқан ұлы тұлға Әбу Насыр әл-Фарабиді сыйға тартты. Оның туындыларының маңыздылығын, мәдени құндылығын дәлірек айтсақ, оның адамзат үшін өлшеусіз еңбегін түсіну жас қазақстандықтардың парызы. Жалпы халық кез келген кісіге ұстаз деген атауды бере бермейді. Ал әлемдік деңгейде ұстаз ретінде мойындалған тұлғамыз Әбу Насыр әл-Фарабидің тұлға болып қалыптасуында оның туып өскен жері әсер етті деп толығымен айтқым келеді. Себебі Әбу Насыр әл-Фараби өмір сүрген Түркістан отырар өңірі ол кездің өзінде керемет шаруашылыққа ыңғайлы территория болған болса, бүгінде стратегиялық маңызды аймақ ретінде мойындалып отырған мен айтқым келеді. Әл-Фараби философиясының орталығы адам. Ғалым адамның ең басты мақсаты өмірде кемелдікке жету деп есептеген. Әл-Фарабидің «Қайырымды қала тұрғындары» атты трактатында өз көзқарастарын жүйелеп көрсетеді. Сондықтан нағыз көшбасшы болу үшін сізге жақсы білім алумен қатар Әл-Фараби жазған маңызды қасиеттерді дамыту қажет. Бұл адалдық, әдептілік, әділеттік, тектілік, ақылдылық және шындыққа ұмтылу. Сонда сіздің қабілеттеріңіз, таланттарыңыз, еңбектеріңіз қоғамға максималды пайда алып келіп, айналаңыздағы адамдардың жоғары беделіне ие болып табылады. Әл-Фараби мұра ретінде өз артына жалпыға бірдей мінез құлық қалыптастырды. Бұл тек бір ұлтқа ғана емес, бүкіл заманауи өркениетке байланысты. Сондықтан да Әл-Фарабидің ізгілік қоғамына байланысты бұл іліміне ғалымдар жердің түкпір-түкпірінен келіп зер салуда. Жастардың тұтастығы мен ізгілігін насихаттау біздің мемлекеттік саясатымыздың басым бағыты. Енді ертілі жылының жариялануы ұлы ғалымдар алға тартқан ізгілікті қоғамға жасалған маңызды қадам. Әрдайым ұлы ғалымның ұлы сөздерін естеріңізде сақтаңыздар. Мақсатқа жетудің кілті адамзаттың өз қолында. Үнемі рухани және адамгершілік жағына өз-өзіңді жетілдіруге ұмтылуда болып табылады. Осымен адалдық сағаты өз мәресіне жетті. Бүгінгі сабақ жетік меңгеріліп, сіздер біраз пайдалы ақпарат игердіңіздер деп үміттенеміз. Әл-Фараби атамыз айтпақшы: өзі көркем адамның сөзі көркем, сөзі көркем адамның іші көркем демекші. Өмірлеріңіз көркем болсын.